Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 1 сынып 129 сабақ. 129 сабақ. Геометриялық фигуралар. Фигураларды бейнелеуді және олардан композициялар құрастыруды үйренесің. Бірінші тапсырма. Мектеп оқушылары веложарысқа қатысты. Балалар алаңнан жүріп өткенде қандай сызықтар пайда болды? Сынық сызықтың әр кесіндісін өлше. Ең ұзын және ең қысқа кесіндіні сыз. Досыңнан тексеруін сұра. Суретке назар аударамыз балалар. Екі кесінді бар. Бірінші жүрген бала ол 5 кесінді бойынша жүрген, өйткені ол түзу және төменге қарай, сосын түзу қайттан жоғары төмен солай жүрген. Ол 5 кесіндіден тұрады. 1, 2, 3, 4, 5 кесіндіден тұрады. Ал келесі баламыз ол тек 1 кесінді бойымен жүрген, ол 1 кесіндіден тұрады. Линейкамызды алып, кітаптан өлшейміз. Әр кесіндінің ұзындығы қанша екенін өлшеп, соны жазып қоямыз. Келесі, екінші тапсырма. Есепті шығар. Кері есептер құрастырып, оларды шығар дейді. Дүкенде бір апта ішінде ересектерге арналған 20 велосипед, ал одан балаларға арналған оны артық велосипед сатылды дейді. Неше балалар велосипеді сатылды? Шартын құрамыз. Ересектерге арналған 20 велосипед, балаларға 10 артық. Шешуі. 20-ға 10-ды қосамыз, өйткені артық болған кезде біз қосамыз. Сол кезде болады 30. Сонда балаларға арналған 30 велосипед сатылды. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Үшінші тапсырма есепте салыстыр дейді. Енді есепке қараймыз. 13 дейді. Салыстырамыз 13 қосылған 6-мен. Ол болады 13-ке 6-ны қосқан кезде 19 болады, сонда 13-тен 19 артық болады. Келесі 17. 17 азайтылған 2. 17-тен 2-ні азайтылған кезде 15 болады, сондықтан 17 артық болады. 14 дейді. 14 қосылған 3. 14 қосылған 3-тен кем болады. 60 қосылған 30, 30 қосылған 60. Бұл екеуі тең болады. 70-тен 20-ны азайтқанда бізде 50 болады, ал 70-ке 20-ны қосқан кезде 90 болады. Сонда бізде 50 90-нан кем болады. 70-тен 30-ды азайтқан кезде 40 болады, 40-қа 10-ды қосқан кезде 50 болады. Сондықтан 50 артық болады. 6-ға 14-ті қосқан кезімізде 20, 14-ке 6-ны қосқан кезімізде ол да 20 болады, сондықтан тең болады. 7-ден 4-ті азайтқан кезде 3 болады, 17-ге 3-ті қосқан кезде 20 болады. 3 20-дан кем болады. 2 қосу 16, 18 болады. 18-ден 5-ті азайтқан кезде 13 болады. Бұл кезде 18 артық болады. Келесі тапсырма, 4-ші тапсырмаға назар аударамыз. Үстелге фигуралар қандай ретпен орналастырылды дейді. Қағаздан фигуралар қиып ал, өзіңнің композицияңды құрастыр дейді. Бірінші суретке қараймыз, қандай фигуралар бар екен, олар қандай ретпен орналастырғанына мән берейік. Бірінші суретте ең астында тік 4 бұрыш жатыр. Оның үстінде шаршы, шаршының үстінде 3 бұрыш, оның үстінде дөңгелек жатыр. Дұрыс қой? Келесі суретіне назар аударамыз. Ол жерде бірінші дөңгелек жатыр, одан кейін 3 бұрыш, одан кейін шаршы, одан соң ғана тік 4 бұрыш орналастырылған. Өздерің қағазда фигураларды қиып, өздерің де дәл осылай композициялар құрастыруларыңа болады. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. 5-ші тапсырма бас киімдер мен футбол жейделерінен жинақ таңдаудың қанша нұсқасы бар дейді. Қараймыз. Сары бас киім, көк және қызыл. Жейделер де сондай әртүрлі түстен құралған. Енді біздер
үштен 9 нұсқасы бар деп айтамыз. Өйткені сары бас киіммен қызыл жейде, көк бас киіммен көк жейде, қызыл бас киіммен сары жейде. Осылар 3 нұсқа болды. Келесі сары бас киіммен көк жейде, солайынан сары бас киіммен сары жейде, қызыл бас киіммен көк жейде, қызыл бас киіммен қызыл жейде деп солай 9 нұсқасы болады. Мен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ ұнаса, түсінікті болса, лайк басып, тіркеліп, қолдап кетейік.